22 қыркүйек Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күні екені бәрімізге әйгілі. Елімізде осы күнге арналған көптеген шаралар республика, облыс көлемінде ұйымдастырылып отырады. Жоғары аграрлық техникалық колледжімізде осы мерекеден қалыс қалмай тілдер ПЦК-сы ұлы тұлғаларға тағзым атты қазақ және орыс тілдер пәндері апталығы ұйымдастырылып өткізілді. Ұлы тұлғаларға тағзым атты апталығы аясында өткізіп отырған Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған дөңгелек үстел мерекелік шарамыз орындалды. Кештің тақырыбы Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығы. Кештің мақсаты ақынның өмірбаянымен танысу. Сәкен Сейфуллиннің өлеңдерін мәнерлеп айтқызу және Көкшетау поэмасының идеялық мазмұнын ашу. Оның шығармалары арқылы бауырларын, достарын сыйлауға, қадірлей білуге, махаббатқа берік болуға, елін, жерін, отанын сүюге, әділ, шыншыл болуға, адамгершілікке, иманды, көпшіл болуға тәрбиелейді. Қазақ жазушылар ішінен тұңғыш еңбек қызыл ту орденінің иегері, Қазақ КСР-ның халық комиссарларының кеңесінің алғашқы төрағасы, қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, білікті ұстаз, мемлекеттік қайраткері, Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізі қалаушыларының бірі Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығын насихаттауға арналған және өскелең ұрпақтың шығармашылық қабілетін шыңдау, тілдік шеберлігін байқау мақсатында өткізіліп отыр. Кештің көрнекілігі кітап көрмесі, буклет, рефераттар, ақынның портреті. Сәкен Сейфуллин сыр сандық. Тыныс керек кейде жанға ән керек. Кей шертуге анда-санда сырласарлық жан керек. Сұлу жанды, сұлу сүйген сыршылым. Жібек талдап тиін түршілім. Сыр сандықты ашып қара сырласым. Сым пернені басып қара жырласым. Бұл өлеңдер Сәкен Сейфуллин мырза адалдық досқа жазылған хат ретінде жеткізеді. Бұл өлеңде адалдық, шыншылдық, досқа деген жақсы қасиеттерді демалу кейін қалай жеткізуге болатынын жазады. Орман міне мұнда үні, кейде жұмсақ, кейде шу, кейде тымық, кейде сұлық, кейде дауыл көбегу. Қалың орман ойға толатын, жырайсын иіліп, еңбек сырлас сәулем құрдасын. Әр күлменің бүгіндегі түнеріп қабақ қосыланды, домбыра күйіп бермелер бүгіндегі тың заман. Түнеріп қабақ күнмен үнен айтып қоймайды, домбыра залғы жүзімен үне жырғып қоймайды. Сәкен Сейфуллин бұл өлең арқылы өзінің туған жеріндегі табиғатын қандай сұлулығын, ерекшелігін өзге елге тұрса да өзінің табиғаты. Мен атындағы бүгінгі сабақта Сәкен Сейфуллин туралы жақсы мәліметтер алды деп ойлаймын. Бүгінгі айдаға мен жақсы күн және осы күнде әрқашан күлімсіреп, осыны сабақтан алған мәліметтерді өз есіңе сақтай жүр. Жарайды. Мөлдір саған сәрсенбінің сәтті күнің өз ойыңдағыдай өтіп шығуына тілектесің. Нағасының саған аса өзіңізге бар жақсылық тілеймін. Саулаған аман мақсаттарыңа жете бер, аман бол. Аман саған жоқ деп жоқтым. Биылдан саған атаның мақтаналы ол болуын тілеймін. Жан болсын, саған қалыңыз қайрат тілеймін. Айдам саған бақыт тілеймін. Мен осы дөңгелек үстелге қойған мақсатыма жеттім деген ойдамын, және де келесі армандарыңа, мақсаттарыңа осы үстелер. Жарайды. Айхан, мен саған бүгінгі сабақта жаңағы айтылған мәліметтердің барлығын өзің ойыңа түйіп, және де соларды өзіңнің өмірінде болашақта қолдануыңа, өзің мақсаттарыңа қолдануға тілектеспін. Ерсұлтан, мен саған сабақты бесе оқып, ескертуді алмауға отырмын. Рахмет. Диназисы, мен саған бүгінгі күнің сәтті өтсін және алдағы мақсаттарына жетейін. Мен саған осы өзінің таңдаған мамандығының
шығарма мінездеме мен әдебиет латос кестелері, слайдтар жинағы. Көрініс: стол үсті, ақынның суреті, ақынның шығармалары, оқушылардың жазған мақаласы, рефераттар. Оқушыларды 4 топқа бөлдім. Атап айтқанда, бірінші әдебиетшілер, өмірі мен шығармашылығы, өлеңдері туралы айтып өту. Екінші шығармашылық тобы, өлеңдерін жатқа оқу, тақырыбы мен мазмұнын ашу. Үшінші сәкен танушылар, ақын жазушы туралы жазған мақаласын оқу және колледжіміздің ақыны өз төл шығармасын оқып берді. Төртінші зерттеушілер тобы, Сәкен Сейфуллиннің шығармаларына шығарма мінездеме мен әдебиет латосы кестелер бойынша талдау жасады. Шараны ширату кезеңімен аяқтадым. Оқушылар шеңбер құра тұрып, бүгінгі дөңгелек үстелде өткен кештің тақырыбына байланыстырып, жағымды кейіпкерлердің бейнесін өз ойларына сіңіре отырып, бір-біріне жүректен шыққан жылы лебіздерін білдіреді. Кейін оқ жетпес, жұмбақтас, Борабай көлі, ұйқыдағы батыр туралы аңыз-әңгімелерді бір-біріне айтып берді. Оқушыларға суреттер беріледі және слайдтан көрсетіледі. Әр топтың көшбасшысы суретті пайдалана отырып, қысқаша әңгімелеп берді. Шараға келген қонақтар: колледж әдіскері Айнұр Миразатқызы, құрылыс техникалық бөлімінің деканы Бибігүл Қуатбековна және тағы басқа қатысқан ұстаздар өз пікірлерін білдірді. Осы кешті қорыта келе, қазақтың кемел таланты, ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек дегендей, болашақта өркениетті, дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Ал оқушылардың бойында 21 ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажет дағдылар дарыту үшін, әрине мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін бәріміз түсінеміз. Ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы шәкірттерін жақсы оқу үшін оның оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек деген. Расында да тек қана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді. Ұстаздық тәжірибемізде алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің жүрегінен жол тауып, әрекеттендіру білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де, білікті болып шықпақ. Соның арқасында бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз.